Қызылорда облысы Шиелі ауданында қазіргі таңда мынау жаңағы қазтрансгаздың бастығына айтатыным, өткенде мынау инженерлеріңіз үйге келіп, мынау газ орнату жөнінде мынау газ баллон мәселесі бойынша өтініш жазған болатын тұғым құзырлы органдарға. Алайда мына үйге келіп, мынау үйдің планын тексеріп, газ орнатып берейік деп келді, мынау инженері, мына инвалид ретінде. Алайда мына үйдің мына схемасы, планы газ орнатуға сәйкес болмады, өте қауіпті болып шықты. Мына тұйықталып атылып кетуі мүмкін. Бөлек бөлме керек деп осындай қылып жаңағы инженерлік талаптарға сәйкес емес деп амал жоқ. Мына үй тар болғаннан кейін, жағдайым болмағаннан кейін, орнатуға мүмкіндік болмағаннан кейін, мен мынау өтінішті кері қайтардым. Енді мынау құрылыс жағына, ТКШ жағына қарайтын мынау Дәулеткүлдің баласы қазір бастық болып отыр. Бұрынғы кент әкімінде жұмыс істеп пенсияға шыққан Назарбаева Дәулеткүл дегеннің баласы. Енді айтайын дегенім, кеше мына акиматқа барсам, мынау газдың адамдарын жібердім, орнатпапсыз ғой деп осындай сөздерді айтып тұр. Мен оған айттым, инженерінен сұра, Қазтрансгаздың не себепті орнатылмаған жөнінде дедім. Мына үйдің схемасы сәйкес келмейді деп, 2-3 адам кеп кетті газдан. Алайда өтінішті амал жоқ, мынау барлығы инженерлік талапқа сәйкес келмегендіктен мен өтінішті алуға мәжбүр болдым дедім. Сосын мынау өзің сөйлес сол инженерлерменен, басшылармен, Қазтрансгаздың деп жауап бердім. Енді екінші мәселе айтайын дегенім, мына жаңағы өз таныс, көз таныс, мынау түр әлпетіне қарап, мына биржадан жіберген, мына қомыт адамдарды жібергеніңе деп, мынау кезінде алда берген Алмат мынау мансап қорының басшысы болған. Сол кезде мынау Бота деген кісіні, мынау экономика бөлім басшысы отыр қазір, Марат деген. Сол мынау қаржыда бастық болған, сол кісі алмай жіберген жұмысқа, мына қоғамдыққа да, пол жууға да алмай жіберген. Боянып, таранып, жүретін киімі жақсы кісіні аламыз. Келбеті келіскен, маған комиссиялар келеді жан-жақтан, адамдар келеді. Мен мына кісіді жүрсе, маған ыңғайсыз болады. Мен ала алмаймын деп телефонмен алда берген Алматқа осылай жауап берген. Мынау Бақтыбаева Бота деген кісіні алмаймын деп. Мына Марат деген. Қазір экономика бөлім бастығы отыр, қаржы бастығы болған алдында. Бұл енді масқарашылық, сұмдық. Бұл енді ар-намысына тиюге де жатады ғой. Мынау Алматқа мен мынандай адамды ала алмаймын, осындай қомыт киініп алған, түр әлпеті келіспеген деп осылай Алматқа жауап берген. Ол енді масқарашылық деп ойлаймын. Ол қомыт болмай қайтеді. Киімі жаңағы жұлым болмай қайтеді. Өзі жесір әйел, алиментте ала алмаған, жаңа 2 баланы жалғыз асыраған, сендер сияқты миллион айлық алып, миллион отпуск алып, печат ұстап отқан жоқ. Мына Марат, мына экономика бөлім басшысына айтатын. Мына әрбір сөзіңді ойланып сөйлемейсіңдер ма? Мынау биржадан барған адам неге алмай жібергесін? Жолдамамен барған адам неге алмадың? Киімін дұрыстап алады ғой, түр әлпетін. Айлық алғаннан кейін сендер сияқты миллиондап алып, импортный костюм шалбар киіп, астында мәшине шалқақтап жүрген жоқ, печат ұстап, миллиондарды алып. Мына экономика басқармасының назарына осындай басшыларыңыз бар сіздердің, мына Марат сияқты. Міне, ол ауруын жасырған өледі деп, ол кісілер мына жақта, мына мансап қорынан жіберген жұмысшылардың бәрін осылай қылып, биржа арқылы өзі қиналып жүрген кісілердің бәрін өстіп, мынау бір-біріне звондап, мен ала алмаймын, мен өйтемін, мен бүйтемін деп. Осылай қылады да, соменен мынау шәрмәнда болып жүреді, мынау биржаның адамдары. Жұмыс таппайды. Олардың да кредиті бар, бала-шағасы бар, квартира төлеп отыр. Мына қымбатшылық өз алды, міне.
сонда мына фашистік әрекеттен естіген болды. Мынау экономика бөлім басшысына заң аясында тәртіптік шара көруді сұраймын. Өйткені себебі мынау мансап қорынан барған адамдарға осында қорлық көрсетіп отыр. Міне өзің қандай болатыныңды кім білет, кім кепіл қандай болатыныңа, бала шаған қандай болатынына. Неге алмадың жұмысқа сол кезде барғанда? Қиналып барды Бақтыбаева Бота деген жұмыс іздеп. Неге алмадың? Осыған жауап бер. Мынау экономика бөлім басшысы Марат. Не деген сұмдық, не деген масқара бұл? Жаңағы бояушы деген сайын сақал бояйды деп. Сіздерді бастық деп төбеге қойып печат бергендегі жаңағы әрекеттеріңіз осы ма? Халыққа істеген? Неге алмайсыз мансаптан барған, қиналып барған кісілерді жұмысқа? Мынау экономика басқармасына, Қызылорда облыстық экономика басқармасының назарына ұсынам осы видеомды. Марат дегенге тәртіптік шара көруді сұраймын заңменен.